Сәлем достар, бүгін біз қазақ тарихынан тапсырма жазатын боламыз. Достар, сіздерден кешірім сұраймын, себебі деген мен 3 күн бойы әйтеуір видео салмай кеттім. Енді бүгін қазақ тарихтан бір жоба салып отырмын. Міне бірінші тапсырма ежелгі Қытай философтарын көзқарастарымен анықтаңыз дейді. Ежелгі Қытай философтарының көзқарастары. Бірінші, уақыт өте даосизм ілімі легизм іліміне айналды. Неге? Жоқ. Ұлы адам барлық ісін шындыққа сай орындайды. Бұл тұжырымды Лао Цзы айтты. Жоқ. Адам табиғаттан заңдырыл. Достар, кешіріңіздер, қате оқып кеттім. Адам табиғаттың заңдарына қарай өмір сүруі тиіс. Бұл тұжырымды Лао Цзы айтты. Иә. Даосизм ілімінің негізін салушы Конфуций. Жоқ. Өйткені даосизмнің ілімінің негізін салушы ол Лао Цзы. 5. Легизм негізін салушы Шань Ян. Иә. Мемлекет бұл үлкен отбасы деген көзқарасты Конфуций айтты. Иә. Енді екінші тапсырма мағлұматтар. Міне, біріншісі жалған, екіншісі ақиқат, үшіншісі жалған, төртіншісі ақиқат. Міне достар, бүгін біздің видеомыз аяқталады. Осымен сау болыңыздар.